Ақберен елгезек, болмаған балалық шақ, жалғасы. Қалаң жарықтық арақты шелектеп ішетін ауыл сабаздарының бірі еді. Кейін кезде ол қылығын жиілетіп жіберді. Дәу адамның мас болғаны тіпті үрейлі болады. Екі көзі алақтап сүріне қабығана құлағанда аузынан сасық иіспен қоса боқтық тамаша үлгілері көрші тұратын тамам жұртқа жайылып жатушы еді. Бірақ мен оның шешемді сабағанын көрген емеспін. Өтірік айтудың қажеті жоқ. Есесіне менің басыма әңгір таяқты әбден ойнатушы еді. Қыз кезі, Құдай атқан бір түні қалың араққа сылқая тойып кеп ауыз үйге кірміре құлады. Шешем мен қара кемпір хал үстінде жатқан нағашы апамның үйіне кеткен. Үйде жалғыз қалған менде еш жоқ. Тұрғызайын десем басыма пәле тілеп алам. Тұрғызбайын десем тағы болмайды. Сілейіп қарап тұрмын. Бір кезде тірі екен, қозғала бастады, тұрды. Еш нәрсені көрмей тұрған көкшіл көздеріне менің бала сұлбам ұшырасты. Кенет маған тақап келді де құшақтап еңіресі бар ма? Менің де көңілім босап жылай кеттім. Мынаған бірдеңе көрінген шығар, тәубесіне келіпті ғой, сорлы қаланым деп қоям ішімнен. Бір кезде сен оңбағанды асырап жүрген менде ми жоқ қой, ми жоқ деп қазандай басын қабырғаға дүрсілдетіп ұра бастады. Зәрім зәр түбіне кетті. Бір пәрекеттің басталатынын ішім сезіп тұр. Қазір ұра бастайды. Жоқ, мені қолынан жетектеп залға әкелді де орындыққа отырғызды. Сосын бетіме ұзақ тесіліп қарап отырды. Одан да ұрғаны жақсы екен. Шүңірейген көк көзі өңнеменмен өтіп бара жатыр. Сосын жақындап келді де белінен белбеуін шешіп қолдарымды орындықтың арқасына байлап бастады. Кімнің өлгісі келеді дейсің? Мен дереу айғайға бастым. Жап аузыңды, иттің күшігі деп түрсе қоя берді қалаң. Мен біткен жерім осы ғой деп иманымды үйіре бастадым. Қалаң қиқалдап барып қабырғадағы серванттың есігін ашты. Бірдемені іздеп жатыр. Бір кезде іздегені табылды. Жақында қалаң Алматыға барып келген. Сол кезде Қарақшы қыпшаққа әуес демекші мал соятын бірнеше сояудай қанжарлар алып келген еді. Соның біреуін алып шықты. Бітті шаруам. Құдды бір кинодағыдай есінен ауысқан қалаң маған дәріс оқи бастады. Ей жетімек, мені мына пышақты не үшін сатып алды деп ойлайсың? Мал сою үшін, ағатай. Жоқ, мен сені сою үшін алғам мұны. Аға қойыңшы, қазір бәлем көрсетем саған. Жас кезінде қалаңды бір бойжеткенге үйлендірген екен. Әлгі байғұс әйелін бұл нақұрыс байлап тастап бауыздамақ болғанда жұрт улап-шулап әрең айырып алыпты деген әңгімені талай естіген едім. Сонысы рас боп шығайын деп тұр. Бірақ мені құтқаратын тірі жан жоқ қой. Мен енді құтылудың амалдарын қарастыра бастадым. Қолымды байлаған белдік босап үлгерген. Егер жақындап келіп ұстаса амал жоқ. Қашсам қазір кету керек. Артымда терезе. Қолымды босатып алғанымды байқап тұрған қалаң жоқ. Мас бөлменің бас жағында креслода пышағын шалаңдатып мені боқтап сөйлеп отыр. Жан тәтті, қолымды босатып ап атып тұрдым. Қалаң да тура ұмтылды. Орындықты көтере-мөтере басынан салып қалдым. Гүрс етіп қалаң бар денесімен еденге құлады. Бірдеме деп міңгірлеп ұйықтап қалды. Мен есім шыққаны соншалық есікке қарай жүгіргеннің орнына терезеде бірақ қарғыдым. Далада қыз. Үстімде іш киімнен басқа лыпа жоқ. Тұрсынғанның үйіне беттедім. Қақпасын тарсылдатып соққылап жатырмын. Үй жаққа қарап қалаң көрінбей ме деп қарап қоям. Бір кезде даланың шамы жағылды. Көретін жарығым бар екен. Нағашы апам хал үстінде жатқанда мені шақырыпты. Таңертең безілдеп отырып нағашы ағамның үйіне бардым. Апам байғыз айналып толғанып жатыр. Шешемді шақыртып ап, мына балаға ешкімнің қолы тигізуші болма деп қадап-қадап айтты.
Сосын бір қорқынышты қорылға басқаны есімде. Апамның 7-сін өткізіп, шешем екеуміз үйге қайттық. Қалаң жылы ұшырай қарсы алды мені. Басымнан сипап, мұрнымнан шамшып қояды. Онысы түсінікті, ешкім білмесін дегені. Кімге айтам? Шешем болса жүрегі ауырады, туысқанға айтсам төбелес болады. Тағы мені мерт қылуы мүмкін. Әлгі жағдай Қалаң үшін ұмытылғанмен, менің жүрегімде тікен болып мәңгілікке қадалып қалды. Бұл оқиғадан кейін мен еш нәрседен қорықпайтын болдым. Тіпті алдымнан пышақ алып жүгірсе де, өліспей беріспейтінім ақиқат. Көшедегі балалар мені көпті көрген ардагер ретінде көреді. Қалаң қанша жасырғанмен, кіп-кішкентай көше, елдің бәрі оның мені ұрып соғатынын біледі. Маған солардың білгені жақсы. Тым құрығанда балалары аяғын тартып жүреді. Көшеде шыққанда сіз мана жолдарды жазып отырған пақырыңыздың кеудесін көрсеңіз, дөңгеленіп жүретін ғой. Мен қақпадан шыға салысымен балалар жүгіріп кеп маған амандасады. Паңданып тұрып, тілеукештен басқасының тіліммен түйреп мазақтап өтем. Оған толық құқығым бар. Екінші атаманмын. Көшедегі жүгірмектердің бәрін бір шыбықпен үйіріп алғанымды Қалаң біледі. Кейде көшеге шығып, шылымын шегіп отырып, әй қайсың балаңды, менің сары сапалағыммен шығарасың деп көршілерге де одыраңдап қоятыны бар. Ондайда көрші қатындар есуас неме, біреудің жетім баласын төбелестіргіш, қораз қылмақшы ма жынды деп тоңқылдай бастайтын. Оған Қалаң шірміркпей, өте бір жағымсыз түрде қарқылдайтын. Келесі жылы жазда Алматыда Қалаңның боқ қарын 2 інісі келді. Біреуі менен 1 жас, екіншісі 2 жас үлкен. Қызық енді басталды. Қалаң жазда бізді Тарбағатайдың бөктеріндегі жылқы ауылына алып кететін болды. Аса барғым жоқ еді, болмады. Шешем бетіме қарап-қарап, күрсіне жолға жинап жатты. Арасында сен ақылды баласың ғой, ағаңды тыңда, ана екеуіне тиіспе деп қояды. Мен мұрынымды ішке тартып, мама асаспа, мен Рэмбомын ғой деп күлдіріп қоям. Ол маған мүмкін Брюс Ли боларсың деп қояды. Бұл екеуміз бір-бірімізді жұбатқан түріміз. Күні бойы Қалаңның барылдақ мәшинесімен тоңқаң-тоңқаң етіп Алауегімге жылқы ауылға да жеттік. Кешке Тарбағатай тауы бөлек бір тылсымға ие боп тұрады екен. Құдды менің әкем сияқты. Маған биіктен қарап, балам жасыма дейтін секілді. Мен тауға қарап кемсеңдей бердім. Ертесінде Қалаң қостақ қорылдап жатқан ана екеуін оятпай, мені жұлқылап тұрғызып алды. Қыстағы болған оқиғаны сұрады. Ешкім білмейме деп. Мен сіз нені айтып тұрсыз деп түсінбегенсіндім. Бұл қылығым Қалекеңе ұнаған болуы керек. Желкемнен тартып құшақтағансыды. Ішімнен сенің ажалың түбі менен болады деп мен отырмын. Әлгі 2 қалалықтың бірінің аты Асыл, екіншісінің аты Еркін. Екеуінің де аты назаты сай емес. Асыл дегені қара домалақ бірдеме. Еркін дегені қараптан қарап, қорқып зарлай беретін бір сүмелек. Аттан кәдімгідей қорқады өзі. Қара домалақ Асылы тамақсау біреу екен. Алдына не әкелсең, өңешіне тықпалай беретін мешкей неме. Сондықтан болар семіз. Еркіні кішкене әлжуаздау, бірақ екеуінің де менен жасы үлкен. Оған қоса Қалаң сияқты қорғандары тағы бар. Менің бар рухтанарым, іштей сыйынарым да жалғыз Тарбағатай. Әлгілердің үстінде адам қараудан жалықпайтын әдемі киімдері бар. Екеуі де әдемі Адидас киген. Бастарында бейсболка. Мен үшін бұл киімдер қол жетпес қиял. Аяқтарында менің әппақ арманымнан аумай қалған кроссовки. Қолдарында электрондық сағат. Жақындап барып бала болып шүйіркелесейін десем, итеріп жібереді. Менің бар ойым қалайда ана сағатты жақыннан көру. Үржардың универмагындағы сағат мыналар тағып жүрген сағатқа қарағанда дамымай қалған ежелгі уақыт өлшегі сияқты. Мыналардікі сұмдық енді.
жыбырлаған цифрлер, ары-бері жүгіріп жүрген қара жолдар. Бірдемесін басса пик-пик етеді. Арасында құлағыңды аймалайтын әдемі әуен ойнай ма Құдай-ау. Бауы да тамаша. Екеуінің сағаты да, тағаты да әртүрлі. Біреуі асқа сондай шыдамсыз жатып ішер бәле екен. Екіншісі ойын құмар су жүрек екен. Оның ойыны мен үшін қыз екенің ойыны сияқты. Өзі өле алмай жүріп, өте қауіпсіз ойындарды ойнайды. Добы бар. Сол қызыл ала допты ақырын ғана жаймен тебеді де, билегенде жүгіріп барып қуып жетеді. Сосын қосқа қарай аштан өлгілі жүрген баладай тағы да нәзік теуіп қояды. Қарап отырып ішін пыспақ түгілі сығырданың қайнайды екен. Қалталары толған сағыз, ауыздарынан көпіршіктеп шар шығарады. Иесі де сондай тәтті, маған бірақ бермейді. Бірінің бейсболкасының маңдайында ағылшынша 7 әріптен тұратын жазу бар екен. Мен ағылшынша білмеймін, сондықтан ол жерге ойымша сұмырай деген жазу жазып қойдым. Екіншісінің маңдайында ирелеңдеп жатқан жыланның суреті бар екен. Еркіннің аты көп ойландырмай табылды. Мен қостың отымен кіріп, күлімен шығам. Жақын арадағы бұлақтан су тасимын. Сұмырай мен жыланға шай қайнатам. Әлгілер менің қожайындарым секілді. Басында менің жырым-жырым денемнен қорқып жүрді ме, көп басына алған жоқ. Еті мен көзі үйреніп алған соң басынуды бастады пәтшағарлар. Әлгі сүмелек доп тебеді, мен оны кері қайтарам. Ауылда алысып жылысып футбол үйреніп қалған маған мынау бір ерсі көрінеді екен. Қатты тепсем не надо деп қояды, жайлап тебемін. Соның өзінен доп ана біреудің қасынан оқша зулап өте шығады. Доптың өзі жалығып кеткен сияқты көрінеді маған. Күнде осы. Екіншісіне сағат сайын тамақ жылыту керек екен. Жегені қайда кетіп жатыр мен үшін беймәлім. Біреуінің добына сайға теуіп, көзін құртайын. Екіншісінің жегенін желкесінен шығарайын десем, бізге қарап шылымын будақтатып отырған қалаң менің бар қимылымды жіті бақылауда. Осылай жүгіріп 3 күн өтті. Мыналардың өмірі түк өзгермейді екен. Жылқы ауылда жүрміз-ау, табиғатты тамашалайық-ау, осқырынып тұрған айғырларға мініп, даланы басымызға көтеріп, айғайлап шабайық-ау, қой бүлдірген терейік, тауға шығып өрмелейік, тым құрығанда допты қаттырақ тебейік-ау демейді ғой. Қалай келді, солай жүр. Қалаң менің оларды менсінбей жүргенімді байқады, намыстанды. Олар інісінің балалары. Мен қайдағы біреудің жетімегімін. 4-ші күні екеуін шақырып алып кеңес құрды. Мен олардың жиналыстарын бұлаққа суға кетіп бара жатқанда байқап қойғам. Не болса да көрейік. Ішім әбден пысты. Оның үстіне мен оларға қызмет қылатын ханның балалары ма екен деген түге келсем, қалаң ана екеуі маған жабылатыны, кім жеңсе соған қалаң бір сом ақша беретінін хабарлады. Мен үржерден шықпай жатып білгем оны. Жабылатынын әрине. Ақша дегенді білмей қалайын. Құдайым берді деген осы міне. Міне біреу тырсылдап алдында секіріп жүр, екіншісі артында мың бұрылып, сұмдай қолдарын жұдырықтап түйіп ап майысып жүр. Бірінші боп жабуылды мен бастадым. Тұратын несі бар екен? Өлгенде көрген бір төбелес тегенде әлгі секең-секең етіп тұрған мәшкейдің қоңқақ мұрындай доңқ еткізіп беріп қалдым. Қан фонтанша атқылады. Өзі есеңгіреп баудай түсті. Екіншісі суға түскен мысықтай бүрісіп қалды. Оны кеп добын тепкенде жайлап кеп мамық құйрығынан теуіп қалдым. Шыжбың ете қалды да әлгі ирелеңдеп барып жерге отыра қалды. Төбелес дегеніміз осымен бітті. Қалаңда түрік жоқ. Екеуін шақырып алып желкеден алақанмен ұрған болып сипап қалды. Оған әлгі жыланы бажылдап қоя берді. Семізі мұрнын сүртіп пысылдай береді.
Оның көзінде де алмадай мөлдір жас үйірілген. Мен ішім күлкіден жарылғалы тұр. Күлуге болмайтыны белгілі емес пе? Қалаң уәдесінде тұрды. 1 сом қалды да. Сізге өтірік, маған шын. Мәшкей адам екен. Маған кетерінде сағатын сыйлап кетті. Ал жылан ше? Ол мені кешірмеді. Бұл менің өзім жеткен жеңістерімнің бірі еді. Қалаңнан жылқы ауылда жүрген 15 күн ішінде бірде-бір рет таяқ жегем жоқ.